бауырларың, туыстарың, жүру жолдастарың және біздер сенің осындай алғашқы концертіңге келешек әр жылдағы беретін концертіңе тілектеспіз. Көмек жасаймыз. Жақсы концерт өтсін. Үзілістен кейін сүйікті әншілеріңіз Гүлмира өздеріңізбен бірге қайта жүздесуде. Иә, бүгінгі жаздың жайма-шуақ күніндегі ән кеші де соның айғағы. Өздеріңіз білетіндей, қазақ қыздарының ішінде ең алғаш гитарадағы әуенді үлкен сахнаға алып шыққанда Гүлмира. 90-шы жылдардың қыз жігіттері ауыздарынан тастамай айтатын қыз арманы көзге болған екен. Осы уақыттар ішінде сонау жылдардағы жас әнші ретінде өздеріңізге арнап айтқан киелі сахнаға жаңа шыққан кездердегі айтқан әндерімнің, сондай-ақ соңғы жылдардағы репертуарыма қосқан жаңа әндердің басын біріктіріп, бір үлкен концерт қойсам деген арманмен, сол арманның орындалуына бүгін ғана сәт түсті. Тамашалауға келген қадамдарыңызға, сондай-ақ риясыз көңілдеріңізге, шынайы сезімдеріңізге, сүйіспеншілігім шексіз айтар алғысым, мың мәрте алғысымды айтқым келеді. Жалпы қазақтың өнері деп, қазақ эстрадасында шыққан осы бір қарлығаштай қыздың өнерін тамашалауға келген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Сіздерге арнап ең алғашқы әнші ретінде танытқан ән өздеріңізге белгілі «Қыз арманы» атты ән. Бұның авторы қазағымыздың біртуар мақтаныш қыздарының бірі Париза Оңғарсынова апайымыз. Әні жолдас қызым, белгілі өздеріңіздің сүйікті композиторларыңыз Гүлнәр Шәмшиева «Қыз арманы» атты әнді қабыл алыңыздар. Кушай